Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Снежана Имашева мен Абзал Қоспан Шыңғырлау ауданында болды. Сапар барысында әлеуметтік нысандардың қызметімен танысқан халық қалаулылары бұдан соң мекеме кәсіпорын өкілдерімен кездесіп, өзекті деген мәселелерді талқылады. Электр желісіне қатысты ортақ проблема Шыңғырлауда да бар. Атқарылып жатқан жұмыстармен қатар шешімін күткен мәселелер де жетіп артылады. Материалдық техникалық база ескірген, арнаулы көліктер мен құрал жабдықтар әбден тозған. Жаңғырту жұмыстары бөлінетін қаражатқа байланысты. Бірақ ол да мардымсыз. Қысқа жіп күрмеуге келмей тұр. Әсіресе ауа райының қолайсыз күндері жарық жиі өшеді. Маман тапшылығы да бар. Себеп жалақының аздығы. Кездесуде осы саланы жаңарту, техникалар алу, кадрларды тұрақтандыру туралы ортақ мәселелер сөз болды. Депутаттар бұл сауалдардың жауапсыз қалмайтынын, тиісті деңгейде көтерілетінін айтты. Тұрғындармен кездесуде мәжілістің жұмыс барысы, бұған дейінгі сайлауалды бағдарламалардың орындалуы, дауыс берушілердің ұсыныс пікірлерінің жүзеге асырылуы туралы ақпараттар бердік. Бұдан әрі де бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Соған сәйкес сауалдарды мәжілістің қарауына шығарып, үкімет мүшелерінің жауаптарын тыңдаймыз. Халықтың әр сөзі ескерілетін болады.